Мен көп балалы анамын. Сағатбекова Кенжеғайша Нұрбекова. 52 жылы 6 майда станция жармада туып өскенмін. Сонда оқу бітірдім. Сонда кіндік қаным тамған жер. Қазір ағайын туыстарымның біреуі де жоқ. Бір апай, бір бауырым бар. Өзімнің бала шағам, отбасым бар. Жолдасым да қайтыс болды, балам да қайтыс болды. Мен 97 жылдан бері өшіреттемін. Содан 2008 жылы балам қайтыс болды. Сол жылы баламды жерлеп келгенде Бердібек Сапарбаев деген әкім, Айбек Кәрімов деген әкім, Даниял Ахметов деген Өскеменнің әкімдері ГДК деген 30-й гвардейский остановкада жиналыс ашты. Сол жиналыста қатысқанда Бердібек Сапарбаев әкім өзі Айбек Кәрімовке айтқан сөзі: мына кісіге 3 айдың ішінде үй туралы жауап бер деп сөз айтып кеткен. 3 ай түгіл, міне неше жыл болды. Үйде жоқ, күйде жоқ, жылап жүрісім мынау. Өзім дачада тұрам, денсаулығым аса көп жарамайды. Bir күн ауырам, bir күн саумын. Ұлым екеуміз тұрамыз, балаларым бәрі жан-жақта. Шірет сонда қозғалмайды ма, неме қалай? Вообще жоқ, жым-жырт. Осы жақында ғана білдім, 1161 деген өшірет. Тұрған кезде нешінші болып тұрып едіңіз? 2387-де 15 жылы күні Вал Светлана Юрьевна деген бір орыс әйелінің істеген бұлығы. Содан бәрі қорқады. Бүкіл әкім Вал десе содан қорқады. Светлана Юрьевна келді десе бітті. Бүкіл қазақ сол әйелден қорқады. Немене сол әйелден қорқады, мен миыма қонбайды. Светлана Юрьевна деген қалай айтайын, специалист болып істеген. Осы әкімшіліктің ішінде істеген. Қазір жоқ бұл кісі? Қазір білмеймін. Біреу бар дейді, біреу жоқ дейді, білмеймін. Жаңа ғана әкімнен шығып келе жатырмын. Мен уже біттім, шықпам. Елдің бәріне беріп жатыр үйді, маған үй жоқ. Себеп неден, не үшін? Айтыңызшы, әкім мырза, Тоқаев мырза. Қасым Жомарт Тоқаев мырзаға айтып жатқан менің антым. Осыдан кейін мен қалай қиналмайды, халық қалай жыламайды. Мырза, Тоқаев мырзаға берген сәлем. Аман болыңыз, деніңіз сау болсын, жұмысыңыз табысты болып, халық іргесі отаның бәрі тыныш болсын. Тыныштықта бәрінде аман есен кездесейік. Рахмет тыңдағандарыңызға.